Okay, hello guys, how is it going? I hope you are doing well. Қалайсыздар? Бәрі жақсы деген үміттемін. Және де бүгін бізде сабағымыз adjective. Adjective дегеніміз бізде сын есім. Естеріңізде болса, parts of speech өткен кезде өткен едік та, adjective қандай сөздер жататынын, қандай сұрақтарға жауап беретінін. Енді бүгін толығырақ тоқталсақ adjectiveға. Okay, adjective modifies or describes a noun or pronoun. Значит, сын есім бізде describe деген описывать, сипаттау, да? Modify деген күшейту. Значит, ол күшейтеді немесе сипаттайды зат есімді немесе есімдікті, да? For example, pretty, old, blue, smart деген сөздерді сіздер қолдана аласыздар да, қандай деген сұраққа жауап береді. It's usually answer the question which one, қайсысы деген сұраққа жауап береді. What kind, қандай, how many, қанша деген сұрақтарға жауап береді, да? Бізде adjective. Articles and are usually classified as an adjective. Егер де естеріңізде болса, біз алдыңғы сабақтарда parts of speech кезінде өткен болатынбыз да. Okay, we have two types of adjectives ending in ing and ed. Значит, сын есімдердің екі түрлісі болады екен. ing мен бітетін және ed қосымшасымен бітетін. For example, boring, bored. Екеуі де вроде бы скучный, да? Скучный, типа раз. Но в чем разница? Somebody is bored or gets bored if something is boring. Біреудің іші пысады дейді, or get bored, да? Іші пысып кетеді. Егер де бір нәрсе something, да? Something is boring. Егер бір нәрсе іш пыстырарлық болса, біреудің іші пысады. If something is boring, you get bored. Егер бір нәрсе іш пысарлық болса, сіздің ішіңіз пысады дейді. For example, Jane is bored because her job is boring. Значит, Джейннің іші пысады, өйткені оның жұмысы өте скучный, өте іш пыстырарлық жұмыс. Значит, осыдан біз қандай түйін түйеміз? Да. I'm bored, I'm not interested, I get tired деп айтатын болсақ, ол біздің өзіміздің сезімдерімізді білдіреді. Егер де ed-мен аяқталатын adjective болса, да, сын есім, ed-мен аяқталатын сын есім болса, in this example, the ed ending adjectives tells you how somebody feels, как кто-то себя чувствует. Получается, сіздің сезіміңізді өзім біреудің сезімдерін білдіретін сын есімдер ed-мен аяқталады. Например, I'm bored, менің ішім пысты. I'm not interested, мен қызықпаймын оған. Или I'm not satisfied десек, satisfied with my job. Менің жұмысыма көңілім толмайды. I'm not satisfied, да? My job makes me depressed. Значит, работа заставляет меня чувствовать депрессию. Значит, мои чувства я говорю с помощью ed окончания. Если мы говорим ing, да, boring, interesting, tiring, satisfying, depressing деп айтатын болсақ, tells you about the job. Значит, бір нәрсенің қандай екенін айтып тұр. Значит, ing-ға бітетін іс-әрекеттер болатын, adjectivetер болатын болса, сын есімдер ing-ға бітетін болса, значит, ол сипаттайды бір нәрсенің қандай екенін сипаттап тұр. Ал ed-ға аяқталатын сын есімдер болса, ол сіздің сезімдеріңіз, немесе бір адамның сезімдерін сипаттайды. Екеуінің айырмашылығы түсінікті ма? Значит, ed-мен аяқталатын сын есім болса, сіздің немесе біреудің сезімдерін сипаттайды, ал егер ing-ға аяқталатын болса, ол бір затты немесе бір құбылысты, бір нәрсені сипаттайды. Sometimes we use two or more adjectives together. For example, my brother lives in a nice new house. Nice, new бізде екеуі де сын есім болып тұр. In the kitchen there was a beautiful, large, round wooden table.
beautiful, large, round, wooden. Бізде барлығы adjective. Adjective like new, large, round, wooden are fact adjectives. Значит, жаңа, үлкен, дөңгелек, ағаштан жасалған, мен не знаю, матадан жасалған деген сипаттап тұрсақ, ол fact adjective. Значит, ол біз точно білеміз, точно белгілі сын есімдерді. They give us information about age, size, color. Значит, олар бізге жасы, size деген өлшемі, color түсі туралы информация береді. Adjectives like nice, beautiful are opinion adjectives. Значит, nice, beautiful, smart деген adjectivetер болатын болса, ол сіздің ойды білдіреді. Opinion деген ой. Значит, ойды білдіретін сын есімдер. They tell us the speaker thinks of something or somebody. Значит, ол бізге ойын айтады. Сөйлеп тұрғанда не туралы ойлап тұрғанын айтады. Бір нәрсе туралы ма, бір адам туралы ойлап тұрғанын айтады. Opinion adjectives usually go before fact adjectives. Значит, opinion ойды білдіретін сын есімдер, факты білдіретін сын есімдердің алдында жүреді. Значит, ең бірінші сіздерде opinion adjective жүреді, осы сіздің ойыңызды білдіретін. Одан кейін барып fact adjective жүреді. Мысалға, beautiful деген ол ойыңыз сіздің ойыңызда. Стол әдемі ма, әдемі емес па? Ол сіздің өзіңіздің ойыңыз. Сол үшін ол бірінші жүреді. Large, round, wooden дегеннің барлығы факт. Сол үшін де олар соңында жүреді. Теперь қараймыз. Бізде тек қана fact and opinion adjective қана емес, бізде басқа да adjective'дің түрлері бар да. Егер де бізде opinion и fact adjective сосын бар бізге зат есімдер жүретін болса, егер де sometimes we use two or more fact adjectives. Fact adjectives'дің түрлері бар да бізде. Жаңа қандай екен, размерда, how big размерін білдіретін, how old жасын білдіретін, жаңа айттық та. What color түсін білдіретін, where from қай жақтан екенін білдіретін, what is it made of неден жасалғанын білдіретін барлығы бізде fact adjective болып келеді. Значит, fact adjectives всегда әрдайым opinion adjective'дан кейін жүреді да. Бірақ fact adjective'дің өзінің де орны болады. Өйткені олар көп болғандықтан, олардың да орнымен жүреді. Значит, ең бірінші бізде жүреді size, размер. Қаншалықты үлкен, қаншалықты кішкентай. Кішкентай ма, үлкен ба, биік ба, қысқа ма. Сол adjective'тер бізде бірінші жүреді. Одан кейін, егер де size adjective болмаса, размер білдіретін, жасы қаншада екен, жас бойынша өлшем жүреді. How old деген қандай цвет, түрі жүреді. What color, қандай цветті екен. Қандай цветті болмаса, егер сіздерде мысалы қай жақтан шыққан болса, сол кезде where from, қай жақтан екен білдіретін adjective жүреді. What is it made of? Ең соңғы жүреді. Ең соңында неден жасалған, заттың неден жасалғанын сипаттайтын adjective, сын есім жүреді. Одан кейін барып уже зат есім жүреді. Мысалға, мына жерде тұрды сіздерде. A tall young man. Бірінші не жүреді? Big, size жүреді да? Size жүреді. Қандай? Ұзын, да? Tall, big. Young, жас. Значит, жасын айтып тұр. Бірінші бізде big тұр, мына how big, size тұр, екіншісі age тұр. Одан кейін зат есім тұр. Big blue eyes. Big деген сізде қандай екен? Размерін көрсетіп тұр. Blue цветін көрсетіп тұр. Old жоқ, жасы жоқ. Жасы жоқ болса да біз уже не жоқ, соны тастап кетеміз да, уже ары қарай рет-ретімен қойып шығамыз. Small black plastic. Small деген бізде размер. Black деген цвет, пластик деген what made of, да, неден жасалғаны. Значит, мыналар бізде жоқ. What color, where from жоқ. Сол үшін ең соңында уже біз неден жасалғанын қоямыз. Сөйтіп орын-орнымен қойып шығамыз. Сол кезде сіздердің
структура сөйлемдеріңіздің құрылымы дұрыс болады. Негізі ағылшын тілінде де келеді, тесттерде де келеді ғой сіздерде дұрыс құрылған ретті сөйлемді табыңыз деп. Сол кезде осыған сүйенесіздер, adjective сын есім болған кезде. Бірінші размер, size, екінші жас, old, үшінші what color, қандай цвет екен, төртінші қайдан келгенін, қайдан жасалғанын, бесінші неден жасалғанын айтамыз. Содан кейін барып біз зат есімді айтамыз. Сипаттап тұрған затымызды ең соңында айтамыз. Okay. You know that we have two forms of adjectives. One is comparative form and the second is superlative form. Қазақ тілінде шырай бар, да? Сын есімнің шырайлары бар. Күшейтпелі шырай және де салыстырмалы шырай. Тура сол сияқты ағылшын тілінде де бар. Comparative form is er or more қосасыз, да? Егерде we use er for short words. Қысқа сөздерге, немесе one syllable. Естеріңізде болса, біз syllable деген бізде нені? Буын, да? Буын қанша, қалай буын анықтаймыз? Буынды анықтаймыз қанша сөзде дауысты дыбыс vowels бар, сонша бізде буын бар. We use er for short words. Er қысқа сөздерге жалғаймыз, да? Қысқа, бір буынды сын есімдерге біз er жалғаймыз. Cheap, cheaper, fast, faster, large, larger, thin, thinner и так далее, да? We also use er for two syllable words that end in y. Егерде y-ға бітсе сөйлеміңіз, вроде бы екі буын деп айтасыз ғой. Бірақ y-ға біткенмен де сіз оны бір буынды ретінде жасайсыз. Мысалы, lucky, y-іңіз i-ға өзгереді. Lucky, early, earlier, easy, easier, pretty, prettier болып өзгереді. Егерде we use more for long words, two or more syllables. Значит, more дегенді біз ұзақ сөздерге немесе бірнеше буынды сөздердің алдында қоямыз. More деген более, соған қарағанда деген мағына береді. Вот, serious. Қанша буын бар? Serious, да? Three, we have three syllables. So we add more to make comparative form. Значит, more қосамыз салыстырмалы түрін жасау үшін, да? More serious, более серьезный, серьезныйлау, сабырлылау, да? Солай болады, сабырлырақ. Expensive, қымбат, да? Қымбатырақ, more expensive. Often, екі syllable, да, сізде? Значит, more often, comfortable, more comfortable, да? We also use more for adverbs that ends in ly. Ly-ға бітетін adverb деген бізде үстеу. Үстеулерге де қолданамыз. Slowly, екі буын, more slowly. Seriously, more seriously. Easily, more easily. Значит, егерде сөзіміз бір буынды болса, қысқа болса, er жалғап, оны салыстырмалы қыламыз. Егерде сөзіміз ұзақ болса, бірнеше буынды болса, оған more қосамыз да, алдына сөйтіп салыстырмалы жасаймыз да. Мысалы, fast, faster, expensive, more expensive. Егер бірнеше сөзден тұратын болса, бірнеше буыннан тұратын болса, сөздеріңіз алдына more жалғайсыз. Егерде бір ғана буыннан тұратын болса, сөзіңізге er жалғайсыз. Okay. So, and also we have irregular comparative forms, irregular adjectives. Бізде, естеріңізде болса, егер етістіктің regular, irregular деген формалары болатын еді, regular деген обычный, жай adjectivтер, да? А irregular ол түбірімен өзгереді деген сөз. Бұрыс деген мағына береді. Значит, we have few adjectives and verbs have irregular forms. Значит, бұрыс формасы бар, бізде сын есімдерде бар. Мысалы, good, good деп айта алмаймыз, біз оны good'тың өзінің формасы бар, good пен well'дің.
Well деген adjective, good деген good деген adjective, good adjective, сын есім, well adverb. It's stew. Good adjective, сын есім, well adverb, stew. Значит, олардың салыстырмалы түрі better болады, да? Жақсырақ. Good, better деп айтасыз. Good деп айтылмайды. Well деп тоже айтылмайды. Значит, better болады. The garden looks better since you tidied it up. Сен бақшаны жинағаннан бері ол жақсырақ көрініп тұр, да? Жақсырақ, better. I know him well, probably better than anybody else knows him. Значит, мен он жақсы білем, я знаю его хорошо, может быть лучше, чем кто-то еще. Жақсырақ, да? Bad, то же самое. Bad, badly, worse. Bad деген жаман, worse деген жаманырақ. How's your headache? Better? No, it's worse. Басың қалай болды? Егер басыңыз ауырып жүрсе, мысалға сізден сұрайды, жақсарды ма басың? Жоқ, наоборот, хуже, да, стало. Жаманырақ болды басым. Far, алыс, further, немесе farther. Екеуінде дұрыс болады, да? И тот вариант дұрыс болады. Far деген алыс, далеко, further, алысырақ, дальше, дольше, да? It's a long walk from here to the park further than I thought. Паркқа баратын жол ұзақ дейді. Мен ойлағаннан да ұзағырақ. Значит, further деген сіздерде ұзағырақ деген мағына береді. Far бізде бір түбір, оған er қосты, further. Бірақ түбірі өзгеріп кетті. Орнына u келді. Okay. Note that further also means more and additional дейді. Further деген тағы да оның вдобавок, қосымша деген мағына береді. Further деген толығырақ деген мағына береді. Okay. Comparative, as, at, than. Қалай қолданамыз да? Салыстырмалы түрдің бізде as және than деген түрлері де бар. Some more examples of not as. Not as in так же как, солай деген мағына береді. Jack isn't as old as he looks. Jack не такой старый, как он выглядит, да? Ол өзінің түрі қандай, ол өзінің жасынан қарағанда жасырақ деген сияқты. Он не такой старый, как он выглядит, да? The town center wasn't as crowded as usual. It's usually more crowded. Значит, қала орталығы әдеттегіден қарағанда адам азырақ дейді. Центр города не так населен, как обычно. Значит, не так как деген береді. As деген. Не так, not as деген не так как деген мағына береді. As деген так как деген мағына береді. Lisa didn't do as well in the exam as she had hoped. Лиза не сдала экзамен так, как она надеялась. Значит, ол өзі ойлағандай тапсырмады экзаменді. Қазақша аударса енді шықпай қалады, но орысшаға точно дұрыс аударылады да. Less than is similar to not as. Less than дегенде бар да, сізде меньше чем, азырақ деген мағынада да. Анаған қарағанда азырақ, бірдеңеге қарағанда азырақ. Not as-ға ұқсайды дейді. I spent less money than you. Мен саған қарағанда азырақ ақша жараттым. Я потратил меньше денег, чем ты. I didn't spend as much money as you. Я не потратил много денег, так много денег, как ты. Саған қарағанда мен көп ақша жаратпадым. City center was less crowded than usual. Қала орталығы әдеттеге қарағанда адам көп емес дейді. Crowded деген толпа, да, адам көп болған кезде, перенаселенный болған кезде crowded деп айтайды. I played tennis less than I used to.
мен теннисті бұрынғыдан қарағанда азырақ ойнайтын болдым дейді. Я играю теннис меньше, чем я играл до этого. Don't play as much as I used to. Соншалықты азырақ көп ойнамаймын, мен бұрын ойнағандай дейді. Okay. We also use as in positive sentence and in questions. Positive sentence and questions. Жай сөйлемдерде және сұраулы сөйлемдерде де қолдана аламыз. Мысалы, can you send me the information as soon as possible, please? Значит, маған сол информацияны тезірек жібере аласыз ба? Как можно быстрее, да? Если возможно. Егер twice as, three times as тоже можно. Barrel is twice as expensive as it was few years ago. Значит, бензин дважды подорожал, да? Дважды стал дорогим, как он был в прошлом, несколько лет назад. Значит, бірнеше жыл бұрынға қарағанда бензиннің бағасы twice екі есе көтерілген деген сөз. Значит, он дважды вырос в цене. Значит, twice as деп айтасыз. Егер екі есе өсті бірдеңе болса, екі есе бірдеңе көтерілген болса, егер екі есе бірнәрсе ұлғайған болса, сіздер twice деп айтасыз. Егер үш есе болса, three times. Арқарай үш кете береді. Four times, five times и так далее. Than me, than I am. Да? Маған қарағанда, немесе менен гөрі. You can say you are taller than me. You are taller than me. Сен маған қарағанда ұзынырақ биіктеусің да. Than me, маған қарағанда. You are taller than I am. Сен менен ұзынырақсың. I am, than I am или than me. Можно и так, и можно и так. Not usually you are taller than I. Than I деп айтпайсыз. Than I am. Либо than me деп айтасыздар, да? He's not as clever as her, or he's not as clever as she is. Okay? They have more money than us, or they have more money than we have. They have more money than us. Оларда бізден қарағанда ақша көбірек. Или оларда ақша бар, бізден қарағанда көбірек. Than me, than I am, it's okay. Than I am-ңыз сіздің алмаса береді. I am-ның орнына можете she is, they are, we are, to be қоя берсеңіз болады. Келесі форма superlative, күшейтпелі. The superlative form is est or most. Значит, егер бір буынды сөз болса жаңағыдай est қосамыз, көп буынды болса most қосамыз. In general, we use est for short words and most for longer words. The short words est мен бітеді. Long, longest, hot, hottest, easy, easiest, hard, hardest. Бұл жерде обязательно міндетті түрде окончаниясына, видите, көңіл аудару керек. Аяқталған несіне жалғайсыздар ғой, est. Сол кезде ол мысалға ц-ңыз екі еселеніп тұр, hottest. Y-ңыз I-ға ауыстырып тұр, easiest деп. Сол үшін де осыларға мән беру керек боласыздар. Дальше. Жаңағы irregular, бұрыс етістіктер, бұрыс adjective, бұрыс сын есімдердің күшейтпелі түрде болады. Жаңа good-тікі bad етін, енді the best. Bad-тікі worst, енді the worst. Far-тікі further еді, енді furthest, farthest болды. We normally use the with a superlative. Күшейтпелінің алдында міндетті түрде the қоясыздар сіздер. Yesterday was the hottest day of the year. Ең ыстық күн болды. Жылдағы ең ыстық күн болды. Louvre in Paris is one of the most famous museum in the world. Famous екі бұлын болғандықтан сіз most жалғайсыз. Superlative болғандықтан the обязательно қосасыз. The most famous museum. Или she's really nice. One of the nicest people I know. Okay.
Compare superlative and comparative form. Да, екеуін салыстырсақ, superlative пен comparative form салыстырсақ, екеуін this is the cheapest in the town. This hotel is the cheapest in town. Мынау отель қаладағы ең арзан дейді. The cheapest, ең арзан. It's cheaper than all other others in town. Басқаларға қарағанда ол арзанырақ. Cheaper than. Арзанырақ. After superlative, we normally use in with places. Егер де салыстырмалы түрде сын есім қолданатын болсақ, егер жер аттары болса, places, сөйлесе in қоямыз. Мысалы, what's the longest river in the world? Әлемдегі ең ұзын көл, да? River in the world. We had a nice room. It was one of the best in the hotel. Значит, ең күштісі болды отельдегі дейді. Значит, жердің place айтып тұрса, место, орын айтып тұрса, in қосылады екен, да? Okay. We also use in for organization and groups of people. Who is the youngest student in the class? Кім ең жас студент, оқушы сыныптағы? In class. Кластың ішіндегі, группаның, организацияның ішіндегі in the class. For period of time, we normally use of. Значит, уақыт аралығына біз of қолданамыз. Yesterday was the hottest day of the year. Жылдың ең ыстық жылы. What was the happiest day of your life? Ең жақсы бақытты күніңізді қандай деп сұрап тұрды? Day of, значит, of жүреді да бізде. Okay, here we have some tasks, and I hope you understand the theme. Значит, біз қорытындылай келе, in conclusion, I would like to say, значит, ең қорытындысында бізде adjective екі түрі болады дедік та, ed мен ing мен аяқталады. Ed мен аяқталса, ол сіздің сезімдеріңізді білдіреді, да, сіздің немесе біреудің сезімдерін білдіреді. Ing аяқталса, ол бірдеңе сипаттап тұр деген мағынаны береді, да. Және де adjective'дің екі шарайы болады, comparative and superlative form, салыстырмалы және күшейтпелі түрі болады. Comparative formда сіз er немесе more деген қосасыз да, салыстырмалы түрде. Superlative formда est немесе the most қосасыз сіздермен. Okay, I hope everything is clear. See you next time. Bye bye.